Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Арайлым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нарынның өте оңай әрі жылдам дайындалатын жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге су, тұз, жұмыртқа үшеуін салып, жақсылап араластырып, үстіне ұн салып қамырын илейміз. Қамырымызды қаттылау ғып илейміз, өйткені қамырымыз жылтыр әдемі болып жайылу үшін қатты болғаны дұрыс. Міне қыздар, қатты қамырымыз дайын. Енді осыны 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Сонда қамырымыз жылтыр әдемі болып жайылатын болады. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп алып, екі зуала жасаймыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Менің қамырым қатты болғандықтан, орташа етіп жайып болғаннан кейін тұндырып қойып, екіншісін жая бастадым. Міне қыздар, менің қамырым дайын, орташа қалыңдықта жайдым. Енді оның ортасына ханым секілді сұйық майды жағып шығамыз. Достар, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Немесе үйде отырған аналар заказ аламыз десеңіздер, осындай түрі өте оңай әрі жылдам жасалатын түрі. Сұйық майды жақ болғаннан кейін міне осылай орай бастаймыз. Сұйық майымызды жағып орап болғаннан кейін мантаварканың листіне салып, бетіне сұйық май жағатын боламыз. Сосын жарты сағаттай буға пісіріп аламыз. Буға піскеннен кейін міне осылай қамырымыз дайын болады. Міне бөлек-бөлек әдемі қамыр шықты. Енді оны жақсылап тұрып тураймыз. Достар, міне мен бір бұрышынан, сосын екінші бұрышынан турадым. Егер сіздер қалағандарыңызша ортасынан бөліп алып турасаңыздар да болады. Немесе кәдімгідей 4 бұрышты қамыр сияқтығы бөліп әдемілеп турасаңыздар да болады. Міне мен ортасынан бөліп бір бетін турап алдым. Екінші бетін осылай жайып тұрып турасаңыздар да болады. Өздеріңіз қалауларыңыз. Міне біздің осындай шашылып тұратын қамырымыз дайын болды. Енді оған ет араластырып, сорпаға салып ішсеңіздер де, немесе өзін қазы қойып столға тартсаңыздар да болады.